Вас встречают мои такие энергосбережения. Где-то у меня что-то зарядки мало. Ладно, покажу свои цветы. Привет по горячим следам, то есть по горячим следам. Делаю отчет о проведенной конференции в городе Алматы для структуры Ең керемет. Өте керемет деңгейде өтті бәрі. Мінекей менің командам мынандай гүл сыйлады. Қараңыздаршы қандай. Какая красота. Ой, иісін айтсаңыздаршы. Живые цветы. Иісін сіздер де сезгендей болыңыздаршы. Қараңыздаршы қандай. Тағы да бір гүлім бар, мақтанам. Менің структура маған сыйлаған міне. Қараңыздаршы қандай керемет гүл. Ой, қандай тамаша. Өте жақсы сезімде, керемет көңіл күйде келіп, гостиницаға келіп, енді Алла қаласа таңғы 4-те мен қайтып Астанаға ұшамын. Алматыда үлкен жұмыс атқарылды. Алматыда ол жұмысты атқарған бірнеше организатор қыздар, атап өтетін болсам Лиза Оразымбетова, Салтанат Әлпейісова жүргізуші болды. Сонымен қатар біздің топ-лидерлер атсалысты. Мақпал Жайлаева, Әсем Өмірбаева. Біреуді айтпай қалсам, ренжімеңдер қыздар. Вот мынандай гүлдер сыйлады. Маған үлкен әдемі картина сыйлады алматылықтар. Оны пока Лизада қалдырып кеттім. Если что, августта бұйыртса, августта да конференция болады, BSI компаниясының конференциясы. Сол кезде Лизаға айттым, Лиза сен орап, әдемілеп дайындап қой, сол кезде алып кетемін, Алла қаласа. Алматыда бүгін конференция болған, ең керемет атты структура үшін. Сол конференцияға қатысып, әдемі көңіл күйде қайттым. Представляете, біз көп екенбіз. Ең кереметтіктер көп. Ең кереметтіктер 60-тан асқан адам, бүгін жиналған адамның саны 60-тан асқан, 70 почти. А енді келмей қалған адамдарды санаңыздар. Мен есімде былтыр осы уақытта мен келгем Астанаға. Сол кезде біз кафеде отырдық, ең керемет деп еще ұрандаттық. Сол кезде ең керемет структураның адам саны 10-15 адам болған. Мінекей биыл уже Құдайға шүкір үлкен жетістік, 70-ке жуық адам жиналды бағана. Тіпті конференция залға сыймай қалды, ойлаңыздаршы. И бір кісі қасыма келіп айтады, менде дейді бір үлкен өтініш бар. Келесі жолы конференция жасаған кезде дейді, пожалуйста дейді, үлкен бір зал алыңыздаршы дейді. Себебі көптеген адамдар тұрып тұрды. Орын жетпей қалды. Мінекей бұл біздің общий жетістігіміз, біздің бәріміздің жұмыла көтерген, біздің жұмысымыз, жемісіміз біздің. Сол үшін үлкен алғыс айтамын, алматылықтар. Келгендерің үшін бүгін рахмет. Әуел тіл күрмеленіп жатыр уже, кешке жақын. Приятный усталостың белгісі. Мен гүлімді қайта-қайта сіздерге көрсетіп, мақтанып қояншы қайта-қайта. Мінекей менің командамның сыйлаған осындай гүлі. Мне было очень приятно, картина сыйлады. Әрқайсы қызбен суретке түстік. Олар қуанып, мен қуанып, бір-бірімізді көргеніміз үшін. Басқаша, даже директорлыққа шыққан қыздардың өздері басқаша екен былай өмірде, офлайнда. Біз ылғи чатта араласып атамыз ғой, чатта сөйлесіп сөйтіп біз онлайнда жетістікке жетіп, уже ақша алып атқан қыздарымыз бар. И бүгін ғана кездесіп жатырмыз. Салтанат Әлпейісова высокая. Сөйтсек Салтанат Әлпейісова уже вице-директор. Салтанат айтады, мен дейді модельмін ғой дейді. Представляете, біздің бизнеске қандай адамдар келеді? Модель, профессор қыз келді бағана. Сондай вообще негізі өздерінің орны бар қоғамда. Сондай беделді кісілер бар біздің компанияда. Енді біздің компания неге қызықтырып жатыр? Бұл компанияның, яғни кереметтілігінің белгісі. Сондай адамдар келіп жатса, бізге көтеріліп жатса, уже ақшаларға шығып жатса. Әлпейісі Салтанат сол высокая, бойы биік, әдемі қыз екен, ведущая болды.
Талай басқа да қыздармен, Әсем деген тағы да бір қызым бар, сонымен таныстым. В общем, айта беретін болсам, өте көп. Заиданы көрдім. Заида апарық жіп-жіңішке әдеміше келген қыз екен. Заида, сәлем. Фаинаны көрдім, Әлияны көрдім, Әлия директор Лизаның командасынан. Бубира, Бубираны көріп мәз болып қалдым. Бір-бірімізді тек инстаграмнан көріп жүрген адамбыз ғой. Шымкентте өткенде мен Шымкентте бірнеше кісі танымай қапты әуелі. Айтады, сіз дейді, неден инстаграмнан, неден ютубтан дейді, толық көрінесіз дейді да, үлкенсіз дейді. Өмірде арық қана келген жаңағы сұлу екенсіз ғой дейді. Ой, мен қуанып қалдым. Мақтаған деген кімге ұнамайды? Жаным әшейін Айжан, мен де өте қуанышты болдым. Астанада болады. Астанада өзім бармын ғой, Астанада өткізе берем, Алла қаласа. Осы келіп, бұйырса тағы да BMW өткіземіз, большая мотивационная встреча. По итогу, өткен айдың итогы бойынша ма? Жоқ. Өткізе береміз бұйырса. Енді Алла жазса, енді кішкене поездкаларым саябыр сыйды, апрельдің аяғына дейін. Апрельдің 28-29-ы, біле білсеңіздер, біздің BSC компаниясының президенті Селин Лангле келеді Москваға. Сол кісімен кездесуге барамын. Мен ғана емес, біздің командадан бірнеше қыздар кетіп бара жатырмыз, бәріміз бірге. Бұйыртса, Селин Лангле өзі өз қолынан ноутбук табыстайды екен. Мінекей, осындай жаңалықтар бүгінге болған. Өте керемет жемісті күн болды. Сондай әдемі күн болды мен үшін. Алматы деген жып-жылы керемет болып тұр екен погодасы. Бізде Астанада суық қой, білмеймін бүгін Астананың погодасы қалай болып тұрған. Жалпы мен кеткен кезде Астана суық болып тұрған. Әлі шапка, куртка киіп жүрген. Міне гүлімді тағы да көрсетіп қоям сіздерге. Картина сыйлады менің қыздарым. Картинаны пока мен қалдырдым Лизада. Келесі келген кезде сол кезде алып кетем деп ойлаймын. Бүгін 9 сәуір күні Алматы қаласында өткен конференциядан келіп, деп тойдың болғаннан болатысы қызық дегендей, болмай тұрғанда асығып, жаңағы жүрегім тарсылдап қыздарымызды көреміз деген сияқты сондай сезімде болған едім. Енді одан да керемет сезімде отырмын. Бәрін көріп, өзім құшақтап, сахнада құттықтап біздің қыздарды, сөйтіп әдемі көңіл күймен келіп отырмын. Таңғы 4-те Алла қаласа уже жолға шығып, ұшамын Астанаға қарай. Алла амандығын берсе, ертең Астанадан да бұйыртса уже инстаграмға да шығамыз, постты да жазамыз. Алла қаласа енді мен бір 2-3 сағат демалып алайын. Бәріңізге рахмет назарларыңызға. BSC компаниясына келіңіздер. Бізде мүмкіндіктер, шексіз мүмкіндіктер. Компания бәрін береді. Лауазым дейсіз ба, ақша дейсіз ба, абырой дейсіз бе, сахна дейсіз бе, бәрі BSC компаниясында бар. Қайырлы түн, менің құрметті, алтыннан ардақты, күмістен салмақты көрермендерім. Келесі кездескенше. Өте қуаныштымын. Мен де сіздерге қарап үлкен мотивация алдым. Ондай конференцияларда біз екі жақтан мотивация аламыз. Екі жақтан. Сіз бізден, біз сізден мотивация аламыз. Қайырлы түн, менің жандарым. До связи. Келесі эфирге дейін.